Почему вы так сделали? Подумайте, почему вы не пришли с нами? Почему не стоите рядом с нами? Почему россияне поддержали своих матерей и пришли? Почему вы не подошли к нам вместе с нами? Мужчина. Аман, Я преклоняюсь перед вами. О, Верните 58 лет. Женщины — это наши матеря, это наши бабушки, наши жены, сестры, тети. Если женщины заболеют, мы, мужчины, будем сиротами полными. Мы не пристроены в жизни вообще. Мы же сироты, если женщин нет. Так верните, вся жизнь держится, весь мир держится на женщинах. Верните женщинам прежний возраст, 58 лет. Да. рахмет. Здравствуй, 58 лет. Рахмет. Верните нашим женам, матерям, сестрам 58 лет. Они пашут в 2 раза больше. На производстве мы работаем, женщины с нами наравне работают. Потом приходят, мы лежим на диване с газеткой в руках. Они еще дома пашут. Столько, сколько на работе. Так что я преклоняюсь перед вами. Верните их 58 лет. Спасибо. Рахмет. Ақырда туған анадан, батырда туған анадан. Сондықтан текке айтылмаған ана бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Аналардың көз жасына қалмай, аналардың талаптарын құлақ асып, сегіз жас зейнеттік жасты қайтарды талап етеміз. Құрметті Қазақстан әйелдері, құрметті қазақ елі, бүгінгі мына жиналып отқан жиналысымыз өте сіздерді қолдап көп рахмет айтамын. Және Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына осы неміз жетсе екен дейміз. Осы маусым айының 5-інде болайын деп отқан референдумға осы біздің пенсия жасын қосуын талап етеміз. Құрметті аналар, осылай қолдап көп сіздерге рахмет. Аналар бір қолымен әлемді тербетсе, екінші қолымен баланы тербетеді дейді. Қазір біздің елде басқа елдермен салыстыруға болмайды. Өйткені Европаның елі ерте пенсия жасына шығады. Ал бізде 63 алыс және ауыр деп ойлайды. Кім болса да қазір денсаулығын бәрі де жарамайды. Аналар сіздерге рахмет. Қолдан талап етеміз. Көп рахмет. Талап етеміз. Апаларым менің, сіңлерім менің, қыздарым менің, келіндерім менің. Әрқайсың оянуың керексіңдер. Әрқайсың соны талап етуің керексіңдер. Ол ертеңгі күн келеді. Ертең сендерге 63-ке келесіңдер. Ертең қартайғанды нанға шайғат. Кейін таппай қаласыңдар.